Тойда Димаш Мөлдірді Мұсадан тартып алды. Шерхан мен Ақботаның дүркіреген дүбірлі тойы Түлкібас қаласында дүркіреп өтті. Боранды, қарлы ауа райында жол жабылса да қосылай қатысушылардың барлығы Түлкібасқа Алматыдан аттанды. Атышулы тойға 2 маусымның қатысушысы Мөлдір де келді. Тойға келгендердің көбі Мөлдір Мұсамен бірге келді деп ойлады. Бірақ Мөлдір Мұсасыз жалғыз келді. Қатысушылар Мөлдірден Мұсаның қайда екенін сұрады. Мөлдір бұл сұраққа жауап бермеді. Тойдың тамадасы Димаш болды. Бірақ Мөлдірді көрген Димаштың көңілі ауып, Мөлдірге көзі түсті. Той барысында Мөлдірге барып құлағына бірдеңе айтты. Бірақ Димаштың Мөлдірге не айтқанын Нұрсұлтаннан басқа ешкім естімеді. Нұрсұлтан Мөлдір мен Димашты видеоға түсіріп, әлеуметтік желіде қызықтың бәрі осында деп жазып, Мөлдір мен Димаштың астын сызып белгілеп кетті. Тойдан кейін де Мөлдір мен Димаш той сарайының сыртында бірге серуендеген. Мұны көрген ізбасар мырза Мұса көрмесін деп видеоға түсіріп алды. Бірақ Мөлдір ашуланбай жай ғана күлді. Мұны көрген әлеуметтік желі қолданушылар мен той қонақтары таң қалды. Тіпті жағасын ұстады. Оған себеп Мөлдір Мұсамен таныстықты жалғастырған болатын. Бірақ Мұса мен Мөлдір бірнеше күн өтсе де әлі кездеспеген. Желі қолданушылары Мұсаға Мөлдір туралы жарыса жазды. Бірақ Мұса жауап бермеді. Еске сала кетейік, Мұса Мөлдірді эфирге шақырғаннан кейін Димаш та Мөлдірге сезімі бар екенін айтқан болатын. Тіпті Мөлдірге бір көргеннен ғашық болғанын да жасырмады. Димаштың бұл сөзін ержігіт мырза да қолдады.